Söyleşүүлерди bardıramız. Efirde Улуу Еңүүдүн 69-жылдыгына деген сүйлөшүү. Онда сиз аялы радио тыңдаушылар Ноғай шөлүнүн партизаны деген макалады эситерсиз. Казманбет Муса улуу шөл ноғайлары арасында эги белгили адем эди. Onun ақында көплөгөн алимет түрлі хабарлар еспегеде болаяк еді. Эм айтылып та келетаған еді. Оның яшау жолы эм әрекеті bizim көплөгөн несілерге игі көрім. Улуу Еңүүдүн 69 жылдыгына байланышы болып, оның районның ісіне еткен үлісі эм ел алдындағы күткөн намыслы борушу ақында айту керек. Онан басқалай болып, Казманбет Абдуразаков халқымыз арасында алимет кишкей құжырлы хабарлардың авторы деп те белгілі еді. Казманбет Муса улы Абдуразаков Ноғай районының Қақлаш ауылында 1925 ел туған. 1941 ел Тереклі мектептегі толмаған орта школасын оқып құтарып, бір ел ішінде партиядың комсомолдың район комитетлерінде құллық етеді. Бергілі болған кепте 1941 ел июль айында bizim Ноғай район жерінде неміс фашистлері шапқынлық еті баслағанда Махач атындағы партизан отряды түзіледі, Казманбет Муса улы отрядтың сырасына алынады. Ондағы партизанлармен бірге дұшпанға қарсы күресте бесен кепте қатнасады. Отрядтың командирі Владимир Ламидзе кішкей сыншыдың әкелген жаңылықларын әрдайым үйкөн ес беріп тыңлайтаған болған өктөмсе беріп. Шағына етпей, шартылдайтағанын көресіз бе, bizim Казманбет дегіттің деп айтатаған болған. Белгілі Ноғай язушысы Құрыптұрсын Баши улы Аразбаев болса, оның келпетін міне бұлай әлемет етіп сүретлеген. Кеңіннен төсөлгөн Ноғай шөлдің кесік заманға яу билеген ауылларында бұ егерлі ақыр балады тез-тез көретаған еділе. Маштақай, Қарабуран ястың бадырайған қара көздері ел кезіп, юмұрықтай ер тесіп жүретаған еді. Сол қолында суықлы юені, оң қолында қысқа саплы сыбыртқысы болып, қарсы келген әдемлерімен сыр-сырын ізленуден бастайтаған еді. Көресіз, баладың сыншы екенін яу тек соңында аңлар еді, ама оның ызы-тызы да білінмей еді. Басқышы қараяу еліміздің көп ерін кесек заман билеп тұрғанда 1942 жылдың яйында күзінде фронтта бек ауыр еді. Бұл үлкен қауіплі заманда БКПБ Ставрополь крайкомының бұйрығымен Ноғай жерінде Мағаш Дағдай деп аталған партизан отряды түзілді. Отрядтың сыдырасында еліміздің көп милletтерінің вәкілдері қосылып, bizim халықтарды қардашлық достығын ұстайтаған еді. Оның командирі Грузин Владимир Георгиевич Ламидзе, комиссары Лак милletli Юсуп Идрисович Аджиев, штабтың начальнигі Ноғай Ильяс Моллаевич Әлиев, хозяйстволық қанағатлау бөлігінің начальнигі Құмық Абшайт Арсланович Инигов, разведка начальнигі Орыс Павел Федорович Семболов болып, яудың тылында күресу амалларын ұйғылағалар. Отрядтың сыдырасында Сейфулла Мустафаевич Ямбурзаев, Анатолий Васильевич Заперов, Зайнуддин Закаревич Яхяев басқалар қатынасқандар. Мен өзім яудың тылында тыншы болып, генерал Селивановтың самолетін сақлап қалдырғаным үшін, егетлік үшін деген медалімен сауғалағанмын. Өзінің аз салды болғанына қарамастан, отряд үлкен қауіплі шақларды көп құллықлар еткен. Отрядның комиссары Юсуп Идрисович Аджиевтің шайытлауына көрі, еліміздің тылына 5000 артық туар мал, 170 мыңға жуық қой, 2000-ға жуық йылқы, көп ауыл хозяйство техникасы көшірілген. Генерал Криченконың атлы әскер корпусын дұшпанның тылына шығаруға біз бек игі ярдам еткенбіз. Районымыздың халқы фронтқа көп йылы киімдер, бөркілер, қолғаплар,
örnekli şontaylar yiyip iberediğini edi. Söyledi bizim avludaşımız Bisoton Kuntoğanov frontqa savqatlar eltegen delegatsiyanın sırasında bolup gelgen. Rayonumuzun kolxozlarında avul hajayisme kullukları toktosuz baldırladığını edi. 1942 yılın ükön kavuplu şağanın o şölü sola yaşayan em küresken bizim partizan atret Nemis faşist askerlerine kırgın salı üstüne özünün belgili qosumun etken. Durusunda da onun partizanlık hareketi tamaşaga kaldıratan bolgan. Onun hakkında Ali de aytıp alatağanlar astı bollar. Düşmanlara karşı etken isleri üçün Kazmanbet Abdurazakov Ali de yası 17'ge tolmay turup za atvagu medalimen savgılangan. Kamsamolçu yaska rayon kamsamolçuları ükön senim de etip turganlar. Olay dep aytуымыз 1944 yılga дейін ол Комсомолдың Ноғай район комитетінің екінші секретары болып іслеген, ondan соңғы yıllarda өз яшауын милицияның құлығыма байланысты еткен. Районда біріншілерден болып НКГБ школасын оқып бітіріп, Қазмамбет Абдуразаков 1955 yılga дейін Қаясула районында, Қызлар қаласында, сосы тармақлардың бөліклерінде опер уполномоченный начальник болып құлық етіп жүрген. Коммунист Абдуразаков өзін партия құлықта да еге яғынан көрсеткен әдем демеге керекпіз. Олай деп айтуымыз 1961 yıl Саратов қаласындағы жоғары партиялық школасын бәрі яғынан да үстіліңкі кепте оқып бітіреді. Оны Ноғай районындағы аты саулы үйкөн елімізге белгілі Черленый бұрыны өкімет заводында парткомның секретары болып іслейді. Оның жүріткен аңлату құлықлары арқасында коллектив ел сайын зәлім үстінүклер қазанып келген. 1963 yıldan алып 1976 yılga дейін Қазманбет Мұса ұлы Абдуразаков районның милиция бөлігінде бас деп оның начальнигі, ondan соң бас опер уполномоченный болып әрекет етті. Қазманбет Абдуразаков 1944 yıldan алып КПСС-ның члені болып, Ямағат яшауда, яс несілді тербиялауда белсен кепті қатынасқан, яшауында бірнеше кере ауыл, район советтің депутаты болып сайланып тұрған. Сондай әрекетлері үшін көплеген барғыларға тиісті болған. Оның өзінің әдімшілігі мен, ашық күзлігі мен, рахимлігі мен халық арасында сый қазанған. Өзінің әйелі Аминат Сұлтан қызы ақында яшауының сауында, Аминат Сұлтан қызы менде егітке сауаға түскен деп масқаралайтаған еді. Онымен бірге екі ұлын қызын оқытпаға, яшаудың кең жолына салмаға амал тапқан. Ноғай ерінің ясы үйкөнлері ясы кішкейлері де, әліге дейімде оның ақында сөз шыққанда аяулап, өрметліп сыйлап, біздім Қазманбет деп айтадылар. Әне соннан үйкөн абырай қайдан алмаға болаяқсың. Сіз біреуде мұтылмаған, бір затта бұтылмаған деген рубрика астында Қазманбет Мұса ұлы Абдуразаковтың ақында мақалады тыңладыңыз. Сонымен бүгінгі сөйлеуіміз бітеді.